Абыройымнан айырылған соң. Бұл менің өмірімнің шынайы беттері. Есімім аноним болсыншы ханым. Қазір 28 жастамын, Алматыда тұрамын. Бірақ бәрі 19 жасымда басталған еді. Осы әңгімені айтып отырып, ішімдегі ауыртпалықты жеңілдеткім келеді. Өйткені абыройымнан айырылған соң, жоғалтатын ештеңем жоқ деп ойладым да, кездескен жігіттермен бола бердім. Бірақ ол жолдың соңы қайда апаратынын білмеппін. Бірінші бөлім, алғашқы жоғалту. Мен ауылда өстім. Әкем қатал адам еді, анам көнбіс, үндемейтін. Мектеп бітірген соң Алматыға оқуға түстім. Жатақханада тұрдым, жаңа өмір, жаңа достар. Сол кезде танысқан жігітім болды. Ол үлкен курста оқитын, әдемі сөйлейтін, машинасы бар байдың баласы сияқты көрінетін. Маған гүлдер әкеліп киноға апарып, сені сүйемін деп құлағыма сыбырлайтын. Бір күні кешке оның үйіне шақырды. Атанасы курортта демалыста екен. Қызылдан іштік, ән тыңдадық. Сосын бәрі басталып кетті. Мен қарсылық көрсеткен жоқпын. Өйткені сүйіп қалған сияқты едім. Сол түні алғашқы рет болды мен үшін. Ол бәрі жақсы болады деп жұбатты, бір ретте тұрған ештеңе жоқ деді. Екеуміз үйленеміз, сені атанаммен таныстырамын. Машинам бар, үйіміз бар, сен армандаған өмірді сыйлауға дайынмын. Ертеңінде ол маған хабарласпады. 3 күннен кейін жауап берді, кешір, бірақ мен саған үйленбеймін. Сен жақсы қызсың, бірақ мен әлі дайын емеспін. Сөйтсем, ол маған ғана емес, басқа қыздарға да солай айтатын екен. Достарымнан естідім, мен оның жеңісі ғана болған екенмін. Ауылға барғанда бәрі біліп қойды. Қалай екенін білмеймін, жігітім мақтаныш көріп, бәріне айтты ма, ол жағы белгісіз, бірақ ауылда сөз тез тарайды. Әкем ашуланып анама қатты сөздер айтып жер қылды. Абыройыңды жоғалттың деп айқайлады. Мен үндемедім. Ішімде өкініш пайда болды. Енді не істеймін? Кімге керекпін? Абыройымнан айырылдым ғой, енді жоғалтатын ештеңем жоқ деп ойладым. Екінші бөлім. Қаладағы жалғыздық. Жатақханаға қайтып келдім. Оқуым нашарлады. Достарым менен алшақтай бастады. Бір күні түнгі клубқа бардым. Алғаш рет. Музыка қатты, шамдар жарқылдайды. Бір жігіт келді, аты Данияр, би биледік, сөйлестік. Ол маған коктейль сатып алды. Сен әдемісің деді. Үйіне бардық. Ол пәтерде жалғыз тұратын. Сол түні тағы да сындым. Ешқандай сезім жоқ. Ертеңінде ол маған ақша ұсынды. Таксиге деп. Мен алмадым, бірақ ішімнен ренжідім. Сөйтсем, ол мені жеңіл қыз деп ойлаған екен. Содан кейін әдетке айналды. Тендерге тіркелдім. Кездесемін, сөйлесемін. Әрқайсысы әртүрлі, бірі нәзік, бірі өктем. Бірақ ешқайсысы қалмайды. Тағы кездесеміз бе деп сұрасам, иә дейді де, хабарласпайды. Неге мен осылаймын? Өзімді жазалап жатқан сияқтымын. Абыройым жоқ деп, өзімді одан әрі төмендетіп жатырмын. 3 бөлім. Жаңа жұмыс және жаңа қателік. Оқуды бітірдім, офиске жұмысқа тұрдым. Маркетинг бөлімінде. Бастығым 35 тегі ерлан, үйленген, балалы. Бірақ маған көз сала бастады. Комплимент айтады, түскі асқа шақырады. Бір күні кешке қалдық. Жоба бойынша. Сосын ол маған қол тигізді. Мен қарсылық көрсетпедім. Оның машинасында жаттық. Артқы орындықта. Ол өте тәжірибелі еді, бірақ соңында бұл құпия болсын деді. Содан кейін әдетке айналды. Аптасына 2-3 рет өзім іздеп барамын. Ол маған сыйлықтар әкелетін, ақша беретін. Мен оны сүйдім деп ойладым. Бірақ бір күні әйелі біліп қойды. Ол мені жұмыстан шығарды. Сен сияқтыларға орын жоқ деді. Тағы жалғыз қалдым. Жұмыссыз, ақшасыз. Достарым жоқ. Тек түнгі кездесулер. 4 бөлім, төмендеу. Ақша табу үшін барға бардым. Бармен болып. Сол жерде көп жігіт таныстым. Кейбірі ақша ұсынатын. Алғашында бас тарттым, бірақ кейін қажет болды. Пәтер ақысы, тамақ. Мен келістім. Содан кейін тағы біреу.
Өзімді сатқан сияқтымын. Бірақ ішімде ештеңе жоғалтпаймын деп өзімді алдадым. Денсаулығым нашарлады. Дәрігерге бардым, ауру жұқтырыппын. Емделдім, бірақ ұяттан өле жаздадым. 5 бөлім, махаббат иллюзиясы. Сол барда арманды таныдым. Ол басқа нәзік сөйлескенді ұнататын. Біз ұзақ әңгімелесетінбіз. Ол маған өткенімді сұрамады. Бір күні үйіне барды. Ол маған сен ерекшесің деді. Мен сендім. Біраз уақыт бірге жүрген сияқты болдық. Бірақ бір күні ол жоғалып кетті. Телефоны өшірулі. Кейін білдім, ол үйленген екен, әйелімен татуласқан. Тағы сындым. Неге әрқашан осылай таңертең оянсам үй бос екен? Олар кетіп қалыпты. Үстімдегі киімдер шашылып жатыр, денемде іздер. Айна ас үйде кофе ішіп отыр екен. Қалайсың деп сұрады күліп. Мен ештеңе айтпадым, киініп шығып кеттім. Үйге келгенде душта ұзақ тұрдым. Ыстық сумен денемді жуғым келді, бірақ ішімдегі лас сезім кетпеді. Айнаға қарадым да жыладым. Мен кімге айналдым деп ойладым. Сол күні жұмысқа бармадым, төсекте жатып телефонды өшіріп қойдым. Ұяттан өле жаздадым. Бірақ сонымен бірге ішімде бір бөлігім, сен өзің қаладың ғой деп айыптады. 8 бөлім, депрессияның қараңғы күндері. Содан кейін бәрі құлдырай бастады. Таңертең тұру қиын болды. Жұмысқа барсам күлімдеп жүремін, бірақ ішімде алай-түлей сезім, кешке үйге келсем, тамақ жасамаймын. Тек төсекте жатамын да телефонды ақтарамын. Тендерді ашамын, бірақ енді жазғым келмейді. Профильдерді қарап отырып, бәрі бірдей деп ойлаймын. Ұйқы келмейтін түндер көбейді. Сағат 3-4-те оянып төбедегі дақтарды санаймын. Өткенді еске аламын, Ерболды, Ерланды, Арманды, сол топтық түнді. Неге мен осылаймын? Неге тоқтай алмаймын деп өзімнен сұраймын. Жауап жоқ. Бір күні дәрігерге бардым. Депрессия, деді. Антидепрессант жазып берді. Алғашқы апталарда одан сайын нашарладым, басым айналды, ұйқым келмеді. Бірақ кейін сәл жеңілдеді. Психологқа бардым. Алғашқы сессияда ештеңе айтпадым, тек жыладым. Екіншісінде аз-аздан ашылдым. Ол, сен алғашқы жоғалтудан кейін өзіңді кешірмегенсің. Өзіңді жазалап жүрсің деді. Мен басымды изедім. Рас еді. Әкемнің сөздері құлағымда тұр, абыройыңды жоғалттың, сен мен үшін өлдің. Содан бері өзімді лайықсыз сезіндім. Бірақ тоқтай алмадым. Әлі кездесулер болды. Біреумен барда танысып қонақ үйге бардық. Тағы біреуі онлайннан. Әрқайсысынан кейін өзімді одан сайын жек көретінмін. Неге мен осыны қоя алмаймын деп ойлайтынмын. Достарымнан алшақтадым. Телефонға жауап бермейтін болдым. Анам хабарласты, қалайсың қызым деп. Жақсымын дедім дауысым дірілдеп. Ол сезді, бірақ ештеңе сұрамады. Таңертең оянсам үй бос екен. Олар кетіп қалыпты. Үстімдегі киімдер шашылып жатыр, денемде іздер. Айна ас үйде кофе ішіп отыр екен. Қалайсың деп сұрады күліп. Мен ештеңе айтпадым, киініп шығып кеттім. Үйге келгенде душта ұзақ тұрдым. Ыстық сумен денемді жуғым келді, бірақ ішімдегі лас сезім кетпеді. Айнаға қарадым да жыладым. Мен кімге айналдым деп ойладым. Сол күні жұмысқа бармадым, төсекте жатып телефонды өшіріп қойдым. Ұяттан өле жаздадым. Бірақ сонымен бірге ішімде бір бөлігім, сен өзің қаладың ғой деп айыптады. 8 бөлім, депрессияның қараңғы күндері. Содан кейін бәрі құлдырай бастады. Таңертең тұру қиын болды. Жұмысқа барсам күлімдеп жүремін, бірақ ішімде алай-түлей сезім, кешке үйге келсем, тамақ жасамаймын. Тек төсекте жатамын да телефонды ақтарамын.
Тендерді ашамын, бірақ енді жазғым келмейді. Профильдерді қарап отырып, бәрі бірдей деп ойлаймын. Ұйқы келмейтін түндер көбейді. Сағат 3-4-те оянып төбедегі дақтарды санаймын. Өткенді еске аламын, Ерболды, Ерланды, Арманды, сол топтық түнді. Неге мен осылаймын? Неге тоқтай алмаймын деп өзімнен сұраймын. Жауап жоқ. Бір күні дәрігерге бардым. Депрессия, деді. Антидепрессант жазып берді. Алғашқы апталарда одан сайын нашарладым, басым айналды, ұйқым келмеді. Бірақ кейін сәл жеңілдеді. Психологқа бардым. Алғашқы сессияда ештеңе айтпадым, тек жыладым. Екіншісінде аз-аздан ашылдым. Ол, сен алғашқы жоғалтудан кейін өзіңді кешірмегенсің. Өзіңді жазалап жүрсің, деді. Мен басымды изедім. Рас еді. Әкемнің сөздері құлағымда тұр. Абыройыңды жоғалттың, сен мен үшін өлдің. Содан бері өзімді лайықсыз сезіндім. Бірақ тоқтай алмадым. Әлі кездесулер болды. Біреумен барда танысып қонақ үйге бардық. Тағы біреуі онлайннан. Әрқайсысынан кейін өзімді одан сайын жек көретімін. Неге мен осыны қоя алмаймын деп ойлайтымын. Достарымнан алшақтадым. Телефонға жауап бермейтін болдым. Анам хабарласты, қалайсың қызым деп. Жақсымын дедім даусым дірілдеп. Ол сезді, бірақ ештеңе сұрамады. Үйге келгенде душта ұзақ тұрдым. Ыстық сумен денемді жуғым келді, бірақ ішімдегі лас сезім кетпеді. Айнаға қарадым да жыладым. Мен кімге айналдым деп ойладым. Сол күні жұмысқа бармадым, төсекте жатып телефонды өшіріп қойдым. Ұяттан өле жаздадым. Бірақ сонымен бірге ішімде бір бөлігім, сен өзің қаладың ғой деп айыптады. 8-ші бөлім, депрессияның қараңғы күндері. Содан кейін бәрі құлдырай бастады. Таңертең тұру қиын болды. Жұмысқа барсам күлімдеп жүремін, бірақ ішімде алай-түлей сезім, кешке үйге келсем, тамақ жасамаймын. Тек төсекте жатамын да телефонды ақтарамын. Тендерді ашамын, бірақ енді жазғым келмейді. Профильдерді қарап отырып, бәрі бірдей деп ойлаймын. Ұйқы келмейтін түндер көбейді. Сағат 3-4-те оянып төбедегі дақтарды санаймын. Өткенді еске аламын, Ерболды, Ерланды, Арманды, сол топтық түнді. Неге мен осылаймын? Неге тоқтай алмаймын деп өзімнен сұраймын. Жауап жоқ. Бір күні дәрігерге бардым. Депрессия, деді. Антидепрессант жазып берді. Алғашқы апталарда одан сайын нашарладым, басым айналды, ұйқым келмеді. Бірақ кейін сәл жеңілдеді. Психологқа бардым. Алғашқы сессияда ештеңе айтпадым, тек жыладым. Екіншісінде аз-аздан ашылдым. Ол, сен алғашқы жоғалтудан кейін өзіңді кешірмегенсің. Өзіңді жазалап жүрсің, деді. Мен басымды изедім. Рас еді. Әкемнің сөздері құлағымда тұр. Абыройыңды жоғалттың, сен мен үшін өлдің. Содан бері өзімді лайықсыз сезіндім. Бірақ тоқтай алмадым. Әлі кездесулер болды. Біреумен барда танысып қонақ үйге бардық. Тағы біреуі онлайннан. Әрқайсысынан кейін өзімді одан сайын жек көретімін. Неге мен осыны қоя алмаймын деп ойлайтымын. Достарымнан алшақтадым. Телефонға жауап бермейтін болдым. Анам хабарласты, қалайсың қызым деп. Жақсымын дедім даусым дірілдеп. Ол сезді, бірақ ештеңе сұрамады, үйге таксиге отырып келдім. Жылап отырдым, таксист сұрады, қалайсыз деп, жақсымын дедім. Үйге кіріп, есікті жауып, еденге отырып жыладым. Ұзақ дауыстап жыладым. Сосын ваннаға кіріп, айнаға қарадым. Көзім ісіп кеткен, ернім жыртылған. Мен кіммін? Неге өмір сүріп жүрмін деп ойладым. Пәтердегі дәрілерді жинадым. Бәрін бір жерге қойдым. Отырып қарап отырдым. Бірақ бір кезде телефон шылдырлады. Ескі досым, мектептегі Гүлнар, Айгүл, саған хабарласып тұрмын, жағдайың қалай? Көптен бері көрінбей кеттің деп жазыпты.
Мен жауап бермедім, бірақ сол хабарлама мені тоқтатты. Дәрілерді шкафқа салып қойдым. Терезені ашып суық ауаны жұттым. Таң атқанша отырдым. Ертеңінде жұмыстан шығу туралы өтініш жаздым. Демалысқа шығамын дедім. Шын мәнінде өзімді жинауға уақыт керек еді. 10 бөлім, жарық сәуле және баяу сау. Гүлнарға хабарластым. Ол Алматыда тұратын, бірақ ауылдан бірге өскенбіз. Кел, сөйлесейік дедім. Ол келді, кофе іштік. Мен бәрін айттым. Бәрін Ерболдан бастап соңғы түнгі дейін. Ол тыңдады, қолымды ұстады, жыламады. Тек сен кінәлі емессің деді. Ол жігіттер кінәлі, сен емес. Сол күні мен психологқа қайта бардым. Бұл жолы шынайы емделуге бел байладым. Аптасына 2 рет сессия. Ол маған жаттығулар берді, күнделік жүргіз, өткенді жаз, өзіңді кешір деп. Тендерді өшірдім. Телефондағы барлық чаттарды тазаладым. Жаңа жұмыс іздемедім, біраз уақыт ақша жинағаныма жетті. Таңертең тұрып серуендеуге шығатын болдым. Алматының тауларына бардым, жалғыз. Суық жел бетімді ұрғанда тірі екенімді сезіндім. Йогамен айналыстым. Онлайн сабақтар. Алғашында қиын болды, денем ауырды, бірақ кейін ұнады. Дем алуды үйрендім. Кітап оқыдым, өзін-өзі дамыту туралы. Бір кітапта өткенді өзгерте алмайсың, бірақ оған қалай қарайтыныңды өзгерте аласың деп жазылған. Сол сөз жүрегімде қалды. Анаммен сөйлестім. Ұзақ сөйлестік. Кешір мені дедім. Ол жылады, сен менің қызымсың, әрқашан деді. Қазір 28-демін. Жалғызбын, бірақ тынышпын. Кездесулер жоқ. Достарым бар, шынайы достар. Жаңа жұмыс таптым, кіші компанияда, тыныш ортада. Кешке үйге келгенде шаршаймын, бірақ жақсы шаршаймын. Кейде өткен еске түсет ауырады. Бірақ енді өзімді кінәламаймын. Абырой деген сыртқы пікір емес, ішкі тыныштық екен. Мен оны қайта таптым. Баяу, қиын жолмен. Бәлкім, бір күні шынайы махаббат кездесер. Бәлкім, жоқ. Бірақ қазір маған өзім жеткілікті. Енді алға қараймын. Өмір жалғасып жатыр.